Алаштың астанасында Алаш көсем Әлихан Бөкейханның кескіні бейнеленген бұл мурал жақында салынған болатын. Яғни бұл қаланың қақ ортасы. Орталығы болғаннан кейін айналамыз әп-әдемі тап-таза болуы тиіс. Алайда өкінішке орай өздеріңіз байқағандай Кеңес одағына барғандай күй кештік. Әйтсе де үміт үзбейміз, тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты 30 қадам басып көрейік, бәлкім бір өзгеріс байқайтын шығармыз. 1, 2, 3, 4. Бұл кірпіштер арнайы Германиядан әкеліп қаланған, сондықтан да жергілікті тұрғындар бұл жерді кішігірім Европа деп атап кеткен. Бұл ғимараттың ұзындығы 50 метрге дейін ғана созылып жатыр. Алайда тұрғындар ғимаратпен қоса тротуарлардың кеңейтілгенін қалайды. Қайткенмен орталықтың аты орталық қоя. Семей қаласының тұрғыны Сергей Мырза аялдама бойында орналасқан жыртық жарнамалар қаланың қадірін қашыруда дейді. Орталық базар жанындағы жаңа аялдаманың салынғанына қуанышты. Әйтсе де ескі темір аялдамаға жалғанған қараусыздықтың қауіпті екенін жеткізді. Вот город поставил вот эту стандартную остановочку, город поставил. А вот стоит, которая до этого была. Ну, теперь и это не убирается. Две стоят. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, выполнено вот это. Это металлический киоск, какой-то фастфуд здесь. Вот посмотрите, сделано времянкой, вот торчит, вот провод висит. Осы орайда аялдамаға алаңдайтын адамдардан бөлек айналаның әдемі екендігін алға тартқан тұрғындарды да кездестірдік. Осы жер міне осылай тротуар, осылай кірпіштен салынған аккуратный үйлер болса, хотя осы орталығымыз осындай әдемі болса, негізі жақсы болар еді. Бұрын негізі жай топырақ болды демеу керек, су жиналып жататын. Қазір жақсы болып қалды, иә. Былай болған жақсы ғой, чем балшық болып су атқаннан гөрі. Прекрасно сделанные тротуары, очень нравится, так как с ребенком ходим, на коляске ездим и все. И очень неудобно, когда тяжело заезжать куда-то, ступеньки и все остальное. На данный момент сделано очень классно. Нам очень нравится, очень удобно, мы живем в этом районе. Вот раньше на этом месте, здесь была такая, знаете, территория, торчали куски арматурин, торчали, такая неухоженная территория была. Это городская земля, муниципальная земля. Ну, вот в этом месте, кстати, тут никто толком не смотрел за этим делом, газонов никаких не было. Значит, и, в общем-то, такой участочек был такой. Люди ходили в обход, тротуаров, ничего не было этого. Значит, и вот теперь я смотрю, вот теперь я мимо часто прохожу, вот в больницу хожу. И вот смотрите, теперь вы и сами видите, как облагородилось вот это место теперь. Значит, пристройка выполнена в архитектурно-грамотном виде, качественно очень. Сделаны тротуары плиточные, и с той стороны тротуары. Никаких нет арматур. Вот машины стоят, очень удобно. Плиточкой выполнена грамотно, очень ровно. Вот люди идут, видите, все по тротуарчикам идут люди. А раньше же все это обходили в обход. Жалпы мен семейден тумасы емеспін, мен семейге жаңадан көшіп келдім, бір айдай болды. Жалпы айта кететін жағдай, бұл Семей өте әдемі қала болғанымен, көшелерде мусор және де орысша айтқанда бір түрлі однотипные здания. Алайда осы жер өте көркем, мусорлары аз, оған қоса ғимараты ерекшелеу. Тұрғындардың талап тілектеріне сүйенетін болсақ, қаламызға архитектуралық оң өзгерістер керек екендігін алға тартты. Еститін жергілікті биліктің құлағы болса, халықтың айтар ойын сіздерге ұсындық.